Өмірдің көрген талай жол торабы, әкеден кім аяйды қолда барын. Әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді айтып толғанамын. Бұл өмірде адал еңбек етіп, ізімен ізгілік қалдырған жандар болады. Сондай азаматтың бірі Бүтіншенов Абылай Мұхаметқанұлы. 1956 жылы 15 сәуірде дүниеге келген. Әкесі Мұхаметқан өз заманының сауатты, жауапкершілігі жоғары азаматы болған, есепші қызметін атқарып, ел сеніміне ие болған жан. Анасы Биқан кең жүректі, мейірімді, көп балалы ана ретінде шаңырақтың берекесін келтірген аяулы жан еді. Бұл отбасыда 11 бала дүниеге келді. 4 ұл, 6 қыз. Осындай үлкен әулетте өскен Абылай Мұхаметқанұлы бала кезінен еңбекқорлық пен бауырмалдықты бойына сіңіріп өсті. Бауырлардың арасында қарым-қатынас ерекше берік болды. Бір-біріне әрдайым сүйеу болып, қуанышта бірге қуанып, қиындықты бірге еңсере білді. Абылай ағамыз да бауырларының ортасында қамқор, ақылшы, арқа сүйер азамат бола білді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете отырып, туыстық байланысты нығайтып, ағайын арасындағы бірліктің үлгісін көрсетті. Кездесіп қалардай өзің алдан, елеңдеп жүремін ертелі кеш. Кездесіп қалардай өзің алдан. Жүрегім жаным ау күйіп тұрған, анамда айрылдау сүйіп тұлдан. Бауырым соңымнан ере шапқан, сен едің арман жан күйіп қуған. Бір жүрген күндерді ұмыта алмам, бір жола өшті ғой үміт арман. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. 1963-1973 жылдары Алакөл ауданы Бұлақты орта мектебінде білім алды. Жоғары білім алып, елге қызмет еткен абзал азамат еді. 1976 жылы 8 ақпанда Төлеші Сәлімжан қызымен бас қосып шаңырақ көтерді. Әсем Алмас атты ұл қызы дүниеге келіп, 4 немереге сүйікті ата атанды. Аташым кеудесінде күні бар жан, орныңды толтыра алмас басқа бір жан. Маңдайдан сүйіп иіскеп еркелеттің ата, мен сенің ақ ботаңмын, мен сенің ақ ботаңмын, тілім аржан. Маңдайдан сүйіп иіскеп еркелеттің ата, мен сенің ақ ботаңмын, мен сенің ақ ботаңмын, тілім аржан. Аташым асқар тауым, үлгі аларым, өзіңді есім алсам нұрланамын. Сағыныш құшағында бала шөксіп ата, сарғайған суретіңе, сарғайған суретіңе мың қарадым. Сағыныш құшағында
еңбек жолын туған ауылынан бастап мол тәжірибе жинақтады. Кейін Бескөл ет комбинатында қызмет атқарған кезде еңбекқорлығымен ерекшеленді. Уақыт өте келе Ақтөбе қаласына қоныс аударып, Ақтөбедегі Дүние университетінде абыройлы қызмет атқарды. Ортасында сыйлы маман болды. 2021 жылы 65 жасына қараған шағында бүкіл әлемді жайлаған ауыр індет тұсында дүниеден озды. Оның ғұмыры еңбекке адалдықтың, қарапайымдылық пен адамгершіліктің жарқын үлгісі. Бүтіншинов Абылай Мұхамедқанұлының жарқын бейнесі туған туыстары мен жақындарының жүрегінде мәңгі сақталады. Бұл уақыт зымырайды, қалыспайды, елесіңіз бұлдырап алыстайды. Алланың салғанына шара бар ма? Қол жайып, сізге Құран бағыштаймыз. Жан едіңіз, қара жерге қимайтұғын, ағайын тума туыс сыйлайтұғын. Еске алып сізді әрдайым сағынамыз, тағдырдың салғанына бағынамыз. Көп еді елге сіздің береріңіз, ұрпаққа үлгі болған ер едіңіз. Еңбек етіп білімге құштар қылған, қадірлі ортаңызға жан едіңіз. Бәрінен мейірімін аямаған, бәйтеректей әулетке сая болған. Жәннатта жаның болсын рухың биік, өзіңдей қайда бізге аяулы адам. Топырағың сарытадай, алыстағы жерім-ай, елім-ай. Әр отбасына жақсылық, қуаныш, береке әкелсін. Молшылық болсын, жан-жағымыз түгел, ала-шағамыз аман, ешкім ауырмасын. Өтті ғой өмір өтті ғой, талайдың жасын төкті ғой. Қайранда қайран көп жылдар, қайрылмай кері кетті ғой. Күбә боп талай таңдарға, талайлар жетпей арманға. Өмірді